Адам өміріне қажетті заттарды оймен пішіп, қолмен жасау шебердің ісі. 40 жыл қырғын болса да, өнерлінің қолына қару ұстатпаған қазақ қай кезде де шеберімен ұстасын дәріптеген. Жүрегіне шуақ ұялаған шеберлер әр кезде де халықтың игілігіне қызмет еткен. Ертеде Айғарақ Керей хан шеберлерді жинап, дала тектісіне арнап белдік дайындатады. Оларды 3 күн шомылдырып, дуалы ауыздылардан бата сұратып, аруақтарға құрбандық шалып, Құран оқытып, 7 жасар өгіздің мойын терісінен жалпақтығы 1,5 қарыс, ұзындығы 14 қарыс тартатын етіп қиып, 1 күн бойы кезектесіп илейді. Көн бабына келгенде өгіздің қанына салып, судан алып, ешкінің сүтіне батырып, тағы илейді. Осыдан кейін барып белдікке күмістен қазақтың алтар ісінің таңбаларын соғады. Қазақ хандарының, билері мен батырларының, ақын жырауларының, палуандарының киімдері түрліше болса, олар өз беделдері мен атақтарына лайықты киім киіп, белдіктерін де осылайша ерекше талғаммен жасатқан екен деседі. Үй жануарлары мен әртүрлі аң терілерін өңдеу ежелден келе жатқан өнер түрі. Былғары шеберлері иленген мал, аң терілерінен сан алуан киім түрлері, үй бұйымдары, үй жиһаздары, былғарыдан ою-өрнекпен әшекейлеп жасаған жағлан, саба, көрнек, торсық, ақ күмістен әртүрлі әшекей орнатылып, былғарыға бедерлі ою түсіріп түс киіздер, ат әбзелдерін, музыкалық аспаптарын тағы басқа дүниелер жасады. Тері илеудің неше түрлі әдістерін қолданған. Мал терісін илеудің кең тараған 2 түрі бар. Біріншісі ағаш күбіге немесе басқада кең ағаш ыдысқа айранның сары суына, ашыған іркітке, ұн, кебек, тұз салып ашытады да теріні суған салады. Екіншісі тері бетіне ұн, тұз араластырылған іркіт жағу арқылы орындалады. Адам баласы жаратылғалы малдың күшін пайдаланып, етін қорек етіп, мінетін көлігіне айналдырып, одан беріде жаратқан иемді таныған соң, сеспір бабадан малды тәрбиелеп, ырығына көндіретін құрал сұрағанда қамшыны берген екен. Қазақтың сесі қамшыда деп, көлік жүргізу құралы қамшының қасиетін киелігін мойындаған. Иленген теріден ұста қамшыны ірі қараның, ешкінің терілерінен иленген таспалармен, тарамыспен, қайыспен, шыбықтан садақ тәрізді иілген кергіште өреді. Таспа саны 4-тен 32-ге дейін өзгеріп отырады да, өріміне қарай олар 4, 6, 8, 12 қырлы болып жасалына береді. Оны қырлау үшін сүйектен, мүйізден қалақша жасап, ортасына әртүрлі қырлы тесіктер жасалынады. Қамшының жалпы көрінісіне жоба жасалынып, алақанына,
сабына түсетін ою-өрнектер, аппликация, аппаратта күйдіру, алтындау және престе ою басумен қатар стек арқылы былғарыны түрліше өрнектейді. Қамшының алақаны бірыңғай қалың былғардан 2 қабат болып жасалынады. Жалпақ жағынан өрім ұштасады да, екінші жіңішке ұшы саптың бауырына бекітіледі. Алақан сап пен өрімнің арасындағы дәнекер болып тұрады. Өнердің бағын жандыру шеберлікке байланысты. Сүндет қамшы, бәйге көкпар, дойыр қамшы, неке, соп, үйір, ноғай, баптау қамшы. Осы түрлеріне қарай өру ұзындығы, қыры да, сыры да әрқилы болып келетін қамшының тәрбиелік мәнінде де көп мағына жатыр. Ертеректе қыз баланың қамшысының өріміне қарап, оның ұқыптылығын сынап байқаған екен деседі. Біз қазір бұл қамшыларды айдау құралы ретінде де жасаймыз, жаңа сувенир қамшы ретінде де жасаймыз. Мынандай былғарменен оюлар басып, оған жаңағы қымбат бағалы тастар қойып, күміспенен қаптап, сондай қазіргі сұраныстарға қарай жасап отырмыз. Ата-бабаларымыз ертеректе мініс көлігі жылқы малына арнайы ер-тұрман жасатқан. Ағашын жайлы етіп шауып, оны таза терімен қаптап, құлпырта көркемдеп, оған өрнек салып, күміспен көмкеріп, көздеп, әсемдеп жасалған ер-тұрман әр көңілдің хошын келтіреді. Қазақ керекті ер-тұрманын жүгені мен ноқтасына, қамшысына дейін сәндеп ұстаған. Қазақтың ою-өрнегімен әрленген былғары бұйымдары, тақырып мен композициялық үйлесімділігі терең оймен астасып, үлкен бір идеяны көтеретін. Оған қоса шебердің орындаушылық мәдениетімен жоғарғы деңгейде бірін-бірі толықтырып тұратын, өзіндік ерекшелігі бар, халық парасаттылығын танытатын жоғары эстетикалық құнды мәдени байлығымыз.